Баршаңызға сәлем, менің ардама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырылған самсаның рецептісімен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мен бұл самсаны ең алғашқы рет тұрмысқа шыққан кезде жеп көрген болатынмын. Ал енді сіздермен рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт, суды құямыз. Үстінен тұзды салып, еріген маргаринді қосамыз. Жақсылап араластырып, үстінен ұнды аз-аздан сала отыра, қамырымызды илейміз. Оның белгілі бір мөлшері жоқ, кеткеніне қарай пайдаланамыз. Қамыр бізде қатты болмауы қажет, жұмсақтау болады, қолға жабыспаса болды. Енді қамырымызды қалтаға салып, ұюы қанғанша бірнеше уақытқа қалдырып қоямыз. Ол уақытта салмасын дайындаймыз. Табаға сұйық майды құйып қыздырамыз, үстінен пиязды саламыз. Бұл жерде шамамен 4 пияз, үлкен пиязды пайдаландым, дәл осылай ұзыншалап кестім. Ал енді пияз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне пиязымыз осылай қызарып, көлемі кішірейді. Ал енді пиязымызды алып аламыз. Дәл осы табаға фаршты саламыз. Фаршты да дәл солай қызарғанша жақсылап шамамен 10-15 минуттай қуырып алатын боламыз. Фаршты жақсылап араластырамыз және де қуырамыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Ал енді табамыздан аламыз. Сонымен фарш пен пиязымыз қуырылып болды. Үстінен шамамен 1,5 қасықтай тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді суығанша күтеміз. Ол уақытта қамырымызды алып, үстінен ұнды аз-аздан сеуіп, жайып алатын боламыз. Қамыр бізде қатты қалың болады. Қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне қамырды жайып болдым. Ал енді қамырды мантыны кескендей етіп, орап, кесіп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Еш өкінбейсіздер. Егер де сіздерге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Күн сайын сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп тұруға тырысатын боламын. Міне қамырымызды дәл осылай 4 бұрышты етіп, барлығын кесіп алдық. Одан соң осылай шамалап аз-аздан жайып, үстінен салмасын салып шығамыз. Ары қарай дәл видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңызды конверт секілді етіп, бірінші үстін басып алдым. Одан соң жандарын осылай басып шығамыз. Жақсылап жабыстыру қажет, себебі майға қуырған кезде ашылып кетуі мүмкін. Дәл осылай барлық қамырымызды түйіп дайындап аламыз. Өте оңай жасалу жолы. Міне келесі қамырымызды да дәл солай қайталаймыз. Қамырларымыз дайын болды. Міне барлығын дәл осылай түйіп алдым. Одан соң табаға майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Үстінен 5-6 осылай самсамыздан салып, екі бетімен жақсылап қуырып аламыз. Түйілген бетін бірінші қуырамыз, одан соң келесі бетіне аударамыз. Қамыр піскенге дейін осылай қызарғанша араластырып, осылай пісіріп аламыз. Барлығын осылай ситаға алып, майын сырғытамыз. Сонымен біздің самсаларымыз дайын. Асқа бере берсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.